Баршаңызға сәлем, ағзамызға өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын винегрет салатын дайындайтын боламыз. Көкөністерімізді турағанға өте ыңғайлы болу үшін тақтайшамызды және пышағымызды майлап аламыз. Ең бірінші картошкамызды кубиктап турап шығамыз. Ыдысымызға салып, сәбізімізді де кубиктап турап аламыз. Тұздалған қиярымызды да кубиктап турап аламыз. Ең соңында қызылшамызды да 4 бұрышты етіп кубиктап турап аламыз. Заттарымыздың бәрін бір ыдысқа салып, квашеный капустамызды, горохымызды салып, майымызды құйып, қызылшаны салмай тұрып майымызды құйып араластырып аламыз. Сол кезде қатты қызылға боялып кетпейді. Осылай бір араластырып алғаннан кейін қызылшамызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.